Қазақстан халқының бірлігінің күні. Бұл күн татулық пен достықтың, ынтымақ пен сыйластықтың символы. Осы айтулы күні Қазақстанның түкпір-түкпірінде мерекелік шаралар ұйымдастырылып, халық бірлігінің жарқын бейнесін көрсетуде. Шара басында барлық этнос өкілдерінің ұлттық тағамдары, қолөнер бұйымдары және музыкалық аспаптары ұсынылған кең көлемді жәрмеңке ұйымдастырылып, келушілерге ерекше мерекелік көңіл күй сыйлады. Мерекелік жиында көпшілікке ерекше әсер сыйлаған сәттердің бірі түрлі этнос өкілдерінің өнер көрсетуі болды. Сахна төрінде 13 ұлттың биі бірінен соң бірі ұсынылып, көрерменге нағыз мәдениет керуенін тарту етті. Әр биден сол халықтың болмысы, салт-дәстүрі мен ұлттық нақышы айқын сезілді. Шарада аудан әкімі Алмасбек Есмаханов аудан тұрғындарын Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтады. Өз құттықтауында аудан басшысы бұл мерекенің елдегі татулық пен тұрақтылықтың, ынтымақ пен өзара сыйластықтың айқын символы екенін атап өтті. Оның айтуынша көпұлтты Қазақстан халқының бірлігі мемлекет дамуының басты негізі. Татулық пен тыныштық, тұрақтылық пен бейбітшіліктің символына айналған бұл мерекенің еліміз үшін орны ерекше. Мемлекет басшы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев біз өз жерінде тыныштық пен келісімде өмір сүруге болатынын дәлелдеген, өз тағдырын өзі шеше алатын көптің көзін жеткізген, болашаққа нық қадам басқан бір тұтас ұлтпыз. Осынау тар жол тайғақ кешуде еліміздің тәуелсіздігі мен дербестігін нығайтып, барлық қиындықты еңсеріп мақсатымыздан айнымаймыз деген болатын. Бүгінде ауданымызда орыс, корей, татар, украин, өзбек, башқұрт, грек, қырғыз, түркмен, неміс сынды 10-нан астам этнос өкілдері тату тірлікте өмір сүруде. Олар өздерінің ана тілдерін, мәдениетін, салт-дәстүрлерін дамытумен қатар тамыры терең, тарихы кенен, қазалы жерінде достықтың үлгісін көрсетіп келеді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осындай ынтымақ бірлігіміз барша қазақтардың мол табысқа жетуде. Бұл бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, жұдырықтай жұмылған жерлестеріміздің ақ көңілді ниеті мен асыл қасиеттеріміздің біз танытатын боламыз. Жүзі басқа болса да жүрегі бір жұртымыздың айнымас бірлігінің дәлелі. Ардақты ағайын, баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде Қазақстанда түрлі мәдениет пен дәстүрді тоғыстырған 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Соның ішінде Қазалы ауданында да орыс, кәріс, татар, башқұрт және өзге де этнос өкілдері тұрады. Олар өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлестерін қосып, ортақ отанымыздың өркендеуі жолында аянбай еңбек етуде. Құрметті ағайын, құрметті қазалылық жерлестерім. Сіздерді бүгін Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Қазақ елі көп ұлттық ел. Біз бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Тілімізді, дінімізді, ұлтымызды бөлмейміз. Өзім кәріс ұлттың өкілімін. Осы Қазалыда туып, өсіп, өніп жатырмын. Өзім қазақ жігітке тұрмысқа шықтым. Балдарымыз бар, немерелеріміз бар. Қазақ ұлттың дәстүрлерін, салттарын бәрін сақтап, өмір сүріп жатырмыз. Мен өте бақыттымын. Я хочу поздравить уважаемых казахстанцев, дорогих моих казалинцев, с праздником 1 мая. Пожелать им здоровья, доброго напутствия, крепкого здоровья. Всех с весенним праздником 1 мая. Іс-шара барысында ауданның дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар азаматтар марапатталды. Оларға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошановтың, облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев және аудан әкімі Алмасбек Есмахановтың алғыс хаттары табысталды. Шара соңында бейбітшілік пен татулықтың символы саналатын көгершіндер көкке ұшырылды. Бұл әсерлі сәт мерекенің мән-маңызын айқындап, ел бірлігі мен келісімнің асқақ рухын айқын көрсетті. Назым Қараева, Ерқанат Асаутаев, Думан Артығұлы, Серік ТВ телеарнасы.